Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта біз арқаның бұлшықетіне жаттығу орындаймыз. Ол да мынандай бір жаққа қарап жататын, былай жататын, түрлі градуста жататын орындық аламыз. Гантельді аламыз. Гантельді алып, келіп бұлай жатсақ болады, енді өзімізге ыңғайлы. Немесе мынандай жерге бір ыңғайлылау жерге тұрғызып қойыңыздар, алдын ала. Келіп бұлай әрең жатып аласыздар дағына. Қауыптып көтеріп аласыздар, немесе көмекшіңіз болса, көмекшіңізге айтасыз. Ыңғайлы тұрып алғаннан кейін қолыңызға ұстатып жүрсе әдемі. Ал енді арқаның бұлшықеттерін өсіру үшін, тапсырманы орындау үшін екі қолымызға гантель аламыз дағына. Бұлай көтереміз, жібереміз. Демалған кезде дұрыс демалу керек. Деп сыртқа ішке тартатын болсақ біз түсіреміз, ал сыртқа шығатын кезде біз көтереміз. Ауа сыртқа шықты, және мен көтердім. Демалдым, түсірдім. Одан кейін ауыр, өте ауыр қол, әр қолымызға 30 килограмм ұстап алып, бұлай лақтырудың қажеті жоқ. Өзіңіз контроль жасап көтересіз, бұлай тастай салмай, контроль жасап түсіресіз. Сол кезде жақсы әсер береді. Масса жинау үшін 8 пен 12-нің арасында жасайсыздар. Ауыррақ өзіңіздің шамаңызға келетін салмақты аласыздар. Ең ауыр дегенде бұлай лақтырмайтындай қылып, өзіңіз көтере алып, түсіре алатындай болсаңыз, қиналып, терлеп орындайтын болсаңыз, керемет болады. Демалу ұмытпаңыздар. Бірінші көтереміз. Көтерген кезде біз ауа сыртқа кетеді. Сол үшін демалу алады. Деп көтереміздер. Одан соң жай болсаңыздар болады, жай бетіп тастасаңыздар да болады. Осы видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий ойларыңызды білдірсеңіздер болады.